Сабағымыз ерекше сабақ болып өтеді, себебі ашық сабақ өтеміз. Сынып түгел ме? Жақсы. Бастамас бұрын сіздерге кішкене көңіл күйлеріңізді көтеру мақсатында психологиялық ахуал қалыптастырып кетті. Ол үшін мына жерде стикерді әр оқушы жеке-жеке аламыз, артындағы берген жаңағы сөздерді оқимыз. Сіздерге кішігірім мотивациялық сөздер. Менен кішігірім тілек, мотивациялық сөз. Барынша тәлімғазы ретінде жүрек жарды тілегім қысқаша стикер бетіне жаздым. Сабақта үлгілі болайық, озат болайық, алғыр болайық, барлық армандарымыз орындала берсін. Жалғастыру мақсатында бірінші біз топқа бөлініп аламыз. Топқа бөліну үшін пазл әдісін алдым, яғни мына жерде жасырын қима суреттер тұр. Осы суреттерді құрастыру арқылы топқа бөліне қоямыз. Ендеше мына суреттерді тапсырамыздар шығамыз. Бірінші топ зерттеу тобы, екінші тобы құрастыру тобы, үшінші топтың қоса сіздердің топтарыңыз аты деректерді талдау тобы. Енді одан үйге балалар Хуго де Фриздің мутация туралы теориясы. Яғни осы үйге берген тақырып бойынша сіздерге бірнеше сұрақтар дайындап беруге болатын. Осы сұрақтарға қол көтеру арқылы жылдам тез жауап береміз. Бір видеоролик көрсетемін қазір. Және оны тіл тірлігі санаты. Мери Лапковис, екеу адамның аты, бастауыш мектептен бері дос дейді. Олардың арасында әрқашан ерекше байланыс болды. Мери ерекше бала. Видеоролик бойынша сіздерге жалпылама мынадай сұрақ қойғым келді бала. Бірінші сұрақ, Меридің ерекшелігі неде? Не келесі хромосомалық ауру түрлері қандай болады? Яғни басқа баладан алға қарай итерілуі, яғни бойындағы күш жігері және де оның ерекшелігі басқа балаларға қарағанда өте жаңа күн баласы деп атағаны сондай ерекшелікке жатқызсақ болады. Және ол басқаша жаратылыспен жаратылғандықтан ерекшелігін солай жалпы ерекшелігі сондай. Ашамыз кітап-дәптерімізді. Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы хромосома санының ауытқуына байланысты адамның хромосомдық аурулары тақырыбымыз. Осы тақырыпта біздерде алдағы мақсатымыз, осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары 12-4-6 бөлім бойынша хромосомалық санның ауытқуына байланысты адамдағы хромосомалық ауруларын сипаттау. Сабақтың мақсаты хромосомалық аурулардың пайда болу механизмдерін сипаттау, хромосомалық аурулардың себептерін анықтау. Яғни бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың мақсаты осылай. Біз бойынша ол түсіндірмесін қазір интербелсенді тақтада бейнеролик көрсетеді, соны мұқият қараймыз. Үшеумізге жаңа тақырыпқа байланысты әр топқа хромосомалық аурулар береді. Яғни бірінші топ Даун синдромы туралы қысқа да нұсқа сипаттама береміз. Екінші топ Чернышевский Тернер синдромы, екінші топ. Ал үшінші топ сіздер Клайнфельдер синдромы мен Патау синдромы туралы зерттейміз. Тез жылдам. Берген 3 минут уақытымыз толығымен аяқталды. Енді барлық топқа ортақ тапсырма бердім. Қайсы топ дайын? Бірінші топ, екінші. Жақсы, бірінші топтан бастайық. Сіздер синдром, ол Патау синдромы, оның 10 жұбатты соналар жасалмасынан болады. Өмір сүру ұзақтығы өтетімен бұрын толық болмайды. Сол себептен өмір сүру ұзақтығы төмен болады. Ау жетіспеушілігімен. Анасының құрсағында жатқан кезде пайда болады. 1960 жылы Патау анықталды. Сондықтан оның есімі солай берілді. Балада атса сақталады. Сұраққа келетін болса, ол 21 жұп хромосоманың трисомиясы бойы аласа, шүйке тегіс, көздері қысымқа және де аузы жартылай ашық болады. Дамуы баяу, ішкі секреция жүйесі бұзылған. Бұлшық еті әлсізді. 45 хромосома тек қыздарда, әйел адамдарда кездеседі. Жыныс хромосоманың X жетіспеушілігі кезінде пайда болады. 1938 жылы Тернер тауы сипаттап жазған. Бедеулік, кен мойын, тері қатпарлары, кеуде пішінінің өзгерісі, жүрек және бүйрек ақаулары, интеллект көбіне сақталады, олардың салмақтары жеңіл болады. Енді бала енді келесі тапсырма 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі. Бұл яғни әрбір топқа жеке-жеке бүгінгі жаңа сабаққа байланысты бір-бір сұрақтан қойылады. Сол сұрақтарға қазір фломастер, маркер, А3 қағаздарға сурет салып схема сызба нұсқа ретінде постер жасап, соны қорғаймыз. Яғни берілген сұраққа нақты жауап беруіміз керек. Оның басты себебі тарихи эволюцияда қалыптасқан жүйенің кариотиптің өзгеруі, яғни хромосомалардың құртылуы. Ол пішіннің өзгеруі, гендердің орналасуының өзгеруі, азаюы, немесе көбеюі.
Mutagenic faktorlar әсерінен ауру түрлері Даун синдромы, Фато синдромы, Эдвард синдромы тағы да басқа. Яғни сіздерге қазір ақ қараша пластилиндер деп, сол пластилиндер арқылы жаңа модель жасаймыз. Тапсырма түрлі материалдар пайдалана отырып, қалыпты және патологиялық коррективті модель жасаймыз. Мысалы, Даун синдромын көрсету үшін 21-ші хромосоманы 3 десе деп жасаңыз. Коррективті талдау әдістерін түсіндіресіздер. нүктесін қойып жүрсіз. Бөліміміз сергіту сәті, яғни қиындықты жеңу әдісі. Сіздерге миды жаттықтыратын жаттығуды сынып болып жасайтын боламыз. Қоямыз, сол қолымызды ішімізді жанына қоямыз. Кеттік. 1, 2, 3. Ауыстырамыз. 1, 2, 3. Бәрін жасаймыз. Кеттік. 1, 2. Тапсырмамыз хромосомдық аурулар, яғни бүгінгі тақырыбымызға байланысты қысқадан нұсқа жылдам сұрақтар беріледі, иә немесе жоқ деп жауап береміз, иә. Бұл бөліміміз мысалы жіппен жұптасу әдісі деп аталады. Егер де берілген сұрақ барысында иә деген жауап беретін болса, онда барлығымыз бірдей түстегі жіптер бір бағытқа жинақталамыз. Ал егер де жоқ деген жауап болатын болса, онда келесі жаңа бірдей түсті. Ал егер жарты оқушы иә, жарты оқушы жоқ деп жасайтын болсаңыздар, онда екі түрлі түсті жіптерді бір бағытқа қарай жинақталамыз. Түсінікті ғой, иә? Бірінші сұрақ, Даун синдромы 21-ші хромосоманың трисомиясына байланысты ма? Иә ма, әрине жоқ па? Иә болса, бірдей түсті. Бір бағытқа, жоқ болса, араластырамыз. Дұрыс, иә. Үшінші топ сіздерге берілетін сұрақ, Клайнфельтер синдромы тең қыз балаларда кездеседі ме? Жоқ. Жоқ болса? Дұрыс, жоқ. Дұрыс. Яғни екі түрлі жоқ, иә? Келесі екінші топ сіздерге берілетін тапсырмалар хромосомалық аурулар тұтынып қалайды ма? Иә, немесе жоқ. Бірдей түстер. Иә, көбінесе жоқ, иә, арасында жақсы. Дұрыс. Келесі, жіппен жұптасу әдісі осымен аяқталды. Жақсы бала, келесі бөліміміз жағдаяттарға жауап беруге, яғни хромосомалық аурулар туралы функционалдық сауаттылыққа байланысты жағдаятта тапсырмалар береді әр топқа. Мына жерде балалар арнайы QR-код берген, QR-кодты ашу арқылы ұялы телефонда берілген тапсырманы оқимыз, яғни мәтін беріп тұр, иә. Сол мәтін бойынша сіздерге тапсырма. Мысалы, бірінші топ сіздерді Айжанның жағдайына қандай диагноз қоюға болады? Бұл хромосомдық анатомияның себебі неде? Айжанның болашақ өмір сапасын жақсарту үшін қандай медициналық және психологиялық қолдау көрсету болады? Яғни ең бірінші QR-кодты ашамыз, берілген мәтінмен мұқият танысып оқып шығамыз, содан кейін мына тапсырма бойынша берілген сұрақтарға жауап береміз. Ернардың сыныптастарына Ернардың ерекшелігін, оның синдромын түсіндіріп, оған барынша түсіністікпен қарап және оны өздерінің орталарына тартып, өздерімен араласып, яғни және оны мазақ етпеуді айту керек, түсіндіру керек. Жақсы бала, өте жақсы жарайсыздар, керемет, жақсы, нақты жауап берді екінші топ. Қалаулықтың негізі медициналық жолда емі жоқ, бірақ оны жеңілдету үшін психологиялық тұрғыдан шаралар өткізу арқылы, емдеуде өту арқылы синдромның деңгейін біршама есе жеңілдетуге болады. Дұрыс емес, себебі бұл адамның жеке өмірі, жеке шекарасы және қылмыстық кодекстің 147 бабына сәйкес жазаларға тартылуы мүмкін. Соңғы бөліміміз, яғни бүгінгі алған жаңа тақырып бойынша білімдерімізді бекіту мақсатында бүгінгі өткен тақырып бойынша бір терминдік сөздер немесе бір анықтама айтуымыз керек. Яғни бұл әдісіміз өрмекші тор әдісі деп аталады. Ақшанға беремін. Яғни бүгінгі тақырыпта не түсіндім? Мен Ақшанға беремін. Бүгінгі тақырыпта не түсіндім? Аурулар түсіндім. Даун синдромы. Келесі. Ұстап тұр, тапсырайық. Не үйрендік? Ауруларын болса, ғалымдардың атын. Қандай аурулар тұр? Өрмекші тор әдісі аяқталды. Яғни бұл әдіс арқылы терминдік сөзде аурулардың аттары, пайда болу себептерін барлығын түгел қамтылды. Жарайсыздар. Осымен ең соңғы бөліміміз, яғни кері байланыс рефлексия бөлімі, яғни бұл мүшелерге саяхат әдісі деп аталады. Көз бар ма барлықтарыңызда? Не? Көз. Бүгінгі сабақта мен үшін ерекше көзге түскен кім? Келесі, құлақ. Менің есімде қалған ең маңызды ақпарат қандай болды? Ауыз. Осы сабақ туралы досыма айтып беретінім. Ми. Менің бүгінгі сабақтан алған басты қорытындым қандай? Қысқаша әр топтан айта қойыңыздар. Бірінші, Альбина аға көз екен. Бүгінгі сабақта не үшін
осы сабаққа барлығы топ ана бойынша. топтағы, яғни армия топтағы еркін аз. Біздің топтағы жалпы біздің топта көбісі Барлығы қатысты, иә, сабаққа. Иә, үшінші топ бойынша. Жақсы, рахмет. Бүгінгі сабақта менің есімде қалған ең маңызды ақпараттар бұл әртүрлі аурулардың сипаттамалары, аттары және қай жылдары шыққаны және өздеріне тән ерекшеліктері. Сонымен балалар, үйге тапсырма бүгінгі өтілген тақырыпқа байланысты керемет идея мен шағын эссе жазып келеміз дәптеріңізге жазғаша. Бүгінгі үй тапсырмамыз осы.